Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сочный котлеттің дайындалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен пиязды осылай майда үккіштен өткізіп аласыздар. Одан кейін сәбізімізді де үккіштен өткіземіз. Сосын чеснок, яғни сарымсақ. Одан кейін өзіңізге ұнайтын кез келген аскөкті пайдалансаңыздар болады. Мен осылай салатный листті пайдаландым. Жалпы өзіңізге ұнайтын аскөкті осылай майдалап турап аласыздар. Енді фаршымызға дайындап алған заттарымыздың бәрін салып илейтін боламыз. Бұл жерде приправа, зіра, крахмал, тұз, бұрыш бар. Жалпы приправа өздеріңізге ұнаған приправа қоссаңыздар болады. Крахмалдан біраз қасық қосасыздар. Осылай жақсылап араластырып, қамыр сияқты илейсіздер. Осылай алып, ұрғалап, 3 минуттай осылай мыжғылап илейсіздер. Одан кейін пергамент қағазға осылай формасын шығарып қойып шығасыздар. Барлығын қойып болғаннан кейін қасықтың немесе вилканың көмегімен үстін кішкене басып шығасыздар. Қызып тұрған духовкамызға салып пісіріп аламыз. Котлетіміз дайын. Кез келген тамақтың қасына қойсаңыздар да болады, бифштекс қылып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді шығады, сочный, нежный болып шығады.